Тарихтан туған рәміздер атты бірыңғай облыстық патриоттық акция аясында патриоттық ролик мемлекеттік рәміздер еліміздің мақтанышы. Мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба және әнұран Қазақстан Республикасының дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытушы, әрі мемлекетіміздің өткені мен бүгіні және болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын көрінісі. Сондай-ақ рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін құнды белгілер. Мемлекеттік рәміздерсіз тәуелсіз ел болмайды. Қазақстан да өз егемендігін жариялаған кезде оны ең алдымен тәуелсіз елдің саяси мәртебесін білдіретін тәуелсіздік декларациясының қабылдау арқылы бекітті. Содан кейін күн тәртібінде мемлекеттік рәміздерді қабылдау мәселесі тұрды. Еліміздің тұңғыш рәміздері ту мен елтаңба тәуелсіздігіміздің жариялануының дәл 130-шы күні, яғни 1992 жылдың 4 маусымында қабылданды. Ал әнұран мәтіні сол жылдың 11 желтоқсанында бекітілгенінен оқырман қауым хабардар болса керек. Мемлекеттік рәміздер ел дамуының ажырамас бөлігі. Сондықтан қазақстандықтардың осы рәміздерге деген құрметі, оларды бойтұмардай қастерлеуі ерекше сезіліп тұруы тиіс. Рәміздер арқылы елімізді бүкіл әлемге таниды. Өйткені онда қазақ халқының бастан өткізген тарихы, мәдениеті мен дәстүрі көрініс береді. Жастардың отан сүйгіштік сезімін оятады, патриотизмге үндейді, батылдыққа тәрбиелейді. Алғашқы жылдардағыдай емес, қазіргі кезде еліміздің әнұраны мәтіні білмейтін жан кем-де кем, ол насихаттың жемісі десек қателеспейміз. Ел болашағы жастардың өз отанын, өз жерін, өз елін қорғауға деген сезімін оятып, сенімін нығайтатыны анық. Бала бақша тәрбиеленушілері мен мектеп оқушылары еліміздің әнұраны мәтіні ата-аналарынан да жақсы біледі десек, дұрыс айтқан болар едік. Көздің қарашығындай сақтауға, құрметтеуге, мақтанышпен қорғауға, тұмардай сақтауға елімнің президентін құрметтейміз. Заңдар мен құқығымызды бұлжытпай орындаймыз. Елімнің туын, елтаңбасын, әнұранын сыйлап қастерлейміз.